Баклажанның, яғни баялдының пайдасы мен зияны. Баклажанның адам денсаулығына оң әсері оның бай құрамына байланысты. Сонымен оның құрамында еритін қанттар, талшықтар, ақуыздар, калий еритін қанттар, пектин, кальций, натрий, фосфор, магний, темір, В1, В2, В5, С және де пепи дәрумендері бар. Никотинге тәуелділікті жояды. Жаман әдетінен арылғысы келетін темекі шегушілерге рационға баклажан қосу ұсынылады. Көкөністің бір бөлігі болып табылатын және де шын мәнінде никотин қышқылы болып табылатын пепи дәрумені никотиндік аштыққа оңай төзуге көмектеседі. Және де келесі артық салмағы бар адамдарға өте тиімді өнім. Баклажан төмен калориялы көкөніс 100 граммға 28 килокалория ғана. Ол талшыққа бай, ол ағзаны артық сұйықтық пен токсиндерден тазартуға көмектеседі. Егер сіз салмақ жоғалтқыңыз келсе және де баклажанны диетаңызға қосқыңыз келсе, онда олар қуыру кезінде майды көп мөлшерде сіңіретінін ескерген жөн. Бұған жол бермеу үшін кесілген көкөніс кесектерін суық суға 10 минут салып қою керек. Жалпы алғанда ең пайдалы баклажандар бұқтырылған және де пісірілген. Өнімнің құрамына кіретін пектин ас қорыту процестерін жақсартады. Сонымен қатар бұл зат өт тоқырауына жол бермейді және де қандағы артық холестеринді кетіреді, әрі қарай сіңіруіне жол бермейді. Жүрек тамыр жүйесінің тиімділігін арттырады. Пектиндер ғана емес, сонымен қатар баклажанға бай калий денеден артық сұйықтықты шығарады. Оның ішінде тығыздығы төмен липопротеидтер осыған байланысты бұл көкөніс қандағы холестерин деңгейін төмендетуге арналған ең жақсы табиғи құралдардың тізіміне енгізілген. Әсіресе баклажан шырыны. Калий сонымен қатар жүректің жұмысын жақсартады және де су алмасуын қалыпқа келтіреді. Сонымен қатар көк түстерді үнемі қолдану қан тамырларын босаңсытып, қан айналымын жақсартады. Бұл көкөністегі фитонутриенттер мен насуниннің қасиеттеріне байланысты. Насунин тотығу процестерін тежеу мүмкіндігімен қатар қандағы темір мөлшерін бақылайды. Бұл оттегін тасымалдау, иммунитетті нығайту және де коллаген өндіру үшін өте маңызды. Бұл заттың артық мөлшерін алып тастай отырып, баклажандар жүрек қан тамырлары ауруларының ғана емес, сонымен қатар ревматоидты артриттің дамуына жол бермейді. Және де қатерлі ісіктің алдын алуға ықпал етеді. Насунин күшті жасуша мембранасындағы липидтерді ми жасушаларының зақымдануынан және де бос радикалдардың зиянды әсерінен қорғайтын күшті антиоксидант. Сонымен қатар баклажандарда микробтарды, саңырауқұлақтарды жоятын мутагенге қарсы әсері бар және де жаман холестерин деңгейін реттейтін хлороген қышқылы бар. Соның арқасында қатерлі ісік ауруының алдын алады. Бұл көкөніс хлороген қышқылынан басқа онкопротекторлар болып табылатын тағы 13 фенол қышқылынан тұрады. Иммундық және жүйке жүйесін нығайтады. Баклажанда суық тию мен вирустық аурулардың алдын алу шарасы ретінде бұл көкөністі тұтыну үшін аскорбин қышқылы жеткілікті. Олар сондай-ақ жүйке жүйесінің күйін жақсартатын, көңіл күйді жақсартатын баклажандарды үнемі қабылдаған жағдайда ұйқысыздық пен стрессті жеңілдететін В дәруменінің болуымен мақтана алады. Көкөністің жемістерінде кездесетін мырыш пен марганец инсульттан кейін қалпына келуге көмектеседі. Ал қандағы қант деңгейін төмендету қабілеті баклажанды диабетиктерге қолжетімді өнімге айналдырады. Қалыпты липидтер мен су тұз алмасуын қолдайды, несеп қышқылының тұздарын кетіреді және де жұмсақ диуретикалық және де ісінуге қарсы әсері бар. Сондықтан бұл көкөністер әсіресе подагра, остеохондроз, остеопороз, бауырдың, бүйректің, асқазан мен ішектің бұзылуына, сонымен қатар іш қатуға өте пайдалы. Кальцийдің арқасында баклажан сүйек құрылымын нығайтады. Келесі бұл жүкті әйелдердің денесіне өте пайдалы. Баклажанды үнемі қолдану қанның құрамын едәуір жақсартады. Темірдің, гемоглобиннің және де эритроциттердің синтезінің жоғарылау арқасында жүкті әйелдерге жиі әсер ететін анемияның алдын алуға көмектеседі. Күлгін жеміс қан қысымын қалыпты ұстауға көмектеседі. Бұл көкөністе ұрықтың толық қалыптасуын қамтамасыз ететін фолий қышқылы да бар.
Жоғарыда баклажанның емдік қасиеттерінің үлкен тізіміне қарамастан, бұл көкөністер зиянсыз емес, өйткені олардың дайындалуы мен пісірілуіне байланысты. Қуырылған баклажан жақсыдан гөрі зиянды. Қуырылған көкөністе талшық жойылады, ал оның массасы пісіру процесінде өсімдік майынан бөлінетін улы заттармен қаныққан. Сонымен қатар, майға малынған қуырылған баклажанның калориялығы пісірілген немесе пісірілген көкөністердің калориясынан бірнеше есе жоғары. Әсіресе мұндай тағам асқазан ішек аурулары бар адамдарға ұсынылмайды. Келесі піскен жемістер соланинмен қаныққан. Соланин адам улануы мүмкін улы зат. Улану, диарея, жүрек айну, құсу, ұстамалар, колик және тіпті шатасумен көрінуі мүмкін. Піскен баклажандар әдетте қоңыр тері түсіне, тұқымының шамадан тыс мөлшеріне және де көзге көрінбейтін сабаққа ие. Сондықтан ақ қабығы бар баклажандарды қабылдаған дұрыс, оларда соланиннің ең аз мөлшері болады. Және де олар жағымды және де нәзік дәмге ие. Егер сіз әлі де соланинмен уланған болсаңыз, суды, сүтті және де шикі жұмыртқаның ағының көп ішу сіздің ағзаңызды осы уыттардан тазартуға көмектеседі. Келесі шикі немесе қуырылған баклажандарды гастритпен, асқазан жарасымен және де ас қорыту бұзылыстарымен шамадан тыс қолдануға болмайды. Сіз түсінгенде баклажанның пайдасы мен зияны жемістің пісу дәрежесіне және де оның дайындау әдісіне байланысты. Жалпы алғанда бұл пайдалы қасиеттері көп және де адам денсаулығын нығайтатын ерекше сау көкөністердің бірі.